Көрнекті ақын Мұхтар Шаханов 1942 жылы қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында дүниеге келген. Ақын Оңтүстік Қазақстан Жас Алаш газеттерінде, Қазақстан телерадио хабарын тарату жөніндегі мемлекеттік комитетте, Қазақстан жазушылар одағында әртүрлі қызметтер атқарған. 1993-2003 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы өкілетті елшісі болды. Сонымен қатар Жалын журналының бас редакторы, Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты, Қазақстан Республикасының халық жазушысы, Қырғыз Республикасының халық ақыны атағын алды. Ақынның көптеген өлеңдер жинағы бар. Мәселен, менің қолымдағы Эверестке шығу өлеңдер жинағында ақын адалдық, ізгілік, махаббат, достық туралы жырлайды. Ендігі кезекте осы өлеңдер жинағынан 7-ші түйсік өлеңін қабыл алыңыздар. Үйленіп отау көтердің, мінекей сен де балақас. Тірліктен бірақ жарқыным, үйленбей кеткен адам аз. Сен түгіл қасқыр-қасқырмен, маймыл мен маймыл жұптасқан. Өз теңін тапқан соң ғана адымын олар нық басқан. Ойын мен ісін жаңғырық, кейде оған түйсік жетпейді. Әйелі бала тудыру ақылдыға жетпейді. Күнделік құмар сезімді өрілген шын отпенен шатастырып алдық Құдай-ау, бір туат махаббатпенен. Алдану сірә түк емес, бұлтақсыз, бұлтсыз шақта да үйлену деген қарағым алғашқы баспалдақ қана. Атанан үрім бұтағын бәрде сені тұр қолдап, бастысы сұлу жұбайың өзіне ертең кім болмақ? Махаббат қайсар заңғаршын, кез келген өрлей алмаған, 10 мыңнан бәлкім 2 адам үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған, қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан сорлаған. Тұрмыстың түрлі сынынан сүрінбей өтті десе де, жұбайым досын бола ма? Міне бұл басты мәселе. Не бермек тәннің одағы, жанына жаны қосылмау, бұл нағыз бедеу қасірет, қосылмау деген ашылмау. Гүл болып ашылмағанның тілегін кім бар жақтаған, рухы қосылмағанның сезімі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар жалынсыз, сәнсіз, жақытсыз. Сондықтан мына жалғанда екеудің бірі бақытсыз. Сондықтан махаббаттың да сырт санын құрайтындар көп. Жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Тағдырдан қашу мүмкін бе? Жүрсен де қандай жолменен, бір мәнді сұрақ алдында тұрады ылғи көлденең. Жұбайын досын болды ма? Самғатқан сенім шырайын, нақ сондай ұлы бақытты берді ме саған Құдайым? Ойнайма оның көзінде сезім мен рух жарқылы, ұғама ол шаттық мұнынды 7-ші түйсік арқылы. Ұқпаса сын секілді дауылда мұзға жаққан от. Рухани терең түйсіну жоқ кезде махаббат та жоқ.